Маңғыстау облысы әкімінің тапсырмасына сәйкес 8 ақпаннан бастап облыс әкімінің бірінші орынбасары, яғни менің төрағалығыменен Жаңаөзен қаласында халықты жұмыспен қамту мақсатындағы комиссия өзінің жұмысын бастады. Бұл комиссияға жергілікті мемлекеттік органдардың, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының, Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамының өкілдері кірді. Арнайы құрылған облыстық комиссия бастамашыл топ өкілдерімен кездесіп, халықтың жұмыспен қамту мәселелерін талқылады. Екі тарапта өзінің өзекті мәселелерін жан-жақты қарастырып, келіп түскен ұсыныстарды зерттеді. Нәтижесінде облыстық комиссияның жұмысында азаматтарды 3 бағыт бойынша жұмысқа орналастыру туралы шешімдер қабылдады. Атап айтқанда, қазір қалалық жұмыспен қамту орталығы арқылы Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамына 100 жаңа жұмыс орны және серіктес компанияларда 61 жаңа жұмыс орны ашу жоспарланды. Сондай-ақ халықтың осал топтарынан құралатын азаматтарға жұмыспен қамтамасыз етуге жоспарланып отыр. Аталған бағытта арнайы комиссияның шешіміне сәйкес 2022 жылдың ақпан айындағы жағдай бойынша қолданыстағы алгоритм негізінде 5 санат бойынша кезекке тұрған 100 адамды жұмысқа орналастыру жоспарлануда. Жыл соңына дейін 400 адам осы алгоритм бойынша жұмысқа орналасады деп есептеп отырмыз. Аталған алгоритм бойынша тиісті шаралар жыл соңына дейін жалғасатын болады. Жаңадан құрылатын 61 жұмыс орнына үміткерлер жұмыссыз азаматтар қатарынан іріктеліп, Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамына сервистік қызмет көрсету мекемелеріне, яғни Кезби, Батыс Геофис сервис, Альянс Ойл сервис, Газпромтех компани, Семсер өрт сөндіруші, Құнан холдинг, FTC, Мұнай спецснаб компани, Петрол сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестер және Өзенпром геофизик акционерлік қоғамына жұмысқа қабылданатын болады. Жаңаөзен қалалық жұмыспен қамту орталығында 5 санат бойынша және осы орта мерзімді жұмысқа орналастыру бағытында кезекте тұрған азаматтар жұмысқа орналастыру жұмыстары жыл бойы жалғасатын болады. Қаладағы шағын және орта бизнес өкілдерін жұмысқа тарту арқылы Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамына қызмет көрсететін қызмет түрлері, жұмыс түрлері, тауар түрлері бойынша жұмысқа ниетті компанияларды тарту арқылы біздер тағы да жұмыс орнын ашқымыз келіп отыр. Осы мақсатта Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамымен жаңа айтқан шағын және орта бизнес өкілдерінің арасында ұзақ мерзімді келісімшарт жасасу арқылы жаңа жұмыс орындарын ашу мақсатында жұмыс көздерін ашу жоспарланып отыр. Аутстаффинг мекемелерін жұмысқа орналастыру арқылы жаңа жүйе, осы алгоритмді қолдану арқылы біздер 2 жылда 1700 жұмыс орнын ашуға қол жеткіздік. Бұл жүйенің тиімділігін көрсетіп отыр және бұл жүйе, бұл алгоритм әлде өзінің жалғасын табатын болады. Облыстық комиссияның басты міндеті жүйенің ашықтығын және әділдігін қамтамасыз ету. Сондықтан осы бағытта жұмыс әлде жалғастырылатын болады. Алгоритмнің тиімділігін әлде біздер қолданатын боламыз. Бұл аталған жұмыстар тұрақты негізде жалғастырылатын болады.